Балалардың әлеуметтік желіні пайдалануына жас шектеуін енгізу соңғы 2 жылда жаһандық үрдіске айналды. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының мәліметінше, 2023 жылдың соңында мұндай бастаманы бір ғана мемлекет көтерсе, 2026 жылдың сәуіріне қарай олардың саны 25-ке жеткен. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының мәліметінше, 2017-2022 жылдар аралығында ұйымға мүше елдерде кибербуллингке ұшыраған балалардың үлесі орта есеппен 25%-дан астам өскен, ал әрбір 6-шы бала интернетте қорлауға немесе кемсітуге тап болғанын айтқан. Көріп отырғанымыздай, бұған дейін негізгі мәселе кибербуллинг пен зиянды контент болса, бүгінде оған онлайн груминг, интим материал арқылы бопсалау, сондай-ақ жасанды интеллект көмегімен жасалатын дипфейктер қосылып отыр. Оған қоса әлемде 1,2 миллион бала соңғы бір жыл ішінде AI арқылы жасалған сексуалдық сипаттағы жалған бейнелердің құрбаны болған немесе осындай қауіпке тап болған. 2023 жылы жүргізген Kazakhstan Kids онлайн зерттеуіне сәйкес, Қазақстандағы балалардың 15,3% интернетте күн сайын жағымсыз немесе зиянды контентке тап болатыны белгілі болған, ал әрбір 5-ші бала кибербуллингке ұшырағанын айтқан. Сонымен қатар балалардың 10% бұрын кездеспеген адамдарды достар қатарына қосса, 11% бейтаныс адамдарға фото немесе видео жіберген. Сондықтан көптеген ел әлеуметтік желілерді реттеудің жаңа тетіктерін іздеп жатыр. Солардың ішінде ең қатаң шешімдердің бірін Аустралия қабылдады. Онда 2025 жылдың желтоқсанынан бастап 16 жасқа толмаған балаларға TikTok, Instagram, Facebook, YouTube және басқа да әлеуметтік желілерді пайдалануға тыйым салынды. Заң талабын орындамаған платформаларға 49,5 миллион Аустралия долларына дейін айыппұл салынуы мүмкін. Жасты тексеру міндеті балаларға емес, әлеуметтік желі компанияларының өзіне жүктелген. Анар Мұқатаеваның мәліметінше, заң жобасында 16 жасқа дейінгі пайдаланушылардың онлайн платформаларда тіркелу тәртібін реттейтін жаңа бап енгізу ұсынылған. Оған сәйкес жедел хабар алмасу сервистерін қоспағанда 16 жасқа дейінгі балаларды онлайн платформаларда тіркеуге тыйым салу көзделген. Министрліктің түсіндіруінше, бұл шара балаларды жасына сәйкес келмейтін контенттен, кибербуллингтен және әлеуметтік желіге тәуелділік қаупінен қорғауға бағытталған. Сонымен қатар айта кету керек, бұл заң жобасы білім беру және басқа да цифрлық ресурстарға қолжетімділікті шектемейді. Алайда мұндай шектеу балаларды шынымен қорғай ала ма? Балалармен 20 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан психолог Ғайни Ихластың айтуынша, бұл балалардың ұйқысы мен эмоционалдық жағдайына оң әсер етіп, әлеуметтік желіден тыс белсенділікке көбірек уақыт бөлуіне мүмкіндік береді. Маманның айтуынша, бұдан да күрделі жағдайлар тәжірибеде жиі кездеседі. Гаджетті бақылаусыз пайдаланудың салдары тек оқуына, мінез құлқына ғана емес, балалардың психикалық жағдайына да кері әсер етіп жатыр. Сонымен қатар психолог 16 жас шегіде кездейсоқ таңдалмағанын да ерекше атап өтті. Оның пікірінше, адамның өзін-өзі бақылауға, жауапкершілік алуға және эмоциясын басқаруға жауап беретін ми бөліктері шамамен 15-16 жастан бастап қарқынды дамып, толық қалыптасуы 25 жасқа дейін жалғасады. Сондықтан осы кезеңге дейін балаларды әлеуметтік желінің ықтимал зиянынан қорғауға ұмтылудың ғылыми негізі бар. Егер Қазақстанда 16 жасқа дейінгі балаларға әлеуметтік желілерді пайдалануға шектеу енгізілсе, платформа қолданушының нақты жасын қалай анықтайды? Қазақстанда жасты егов арқылы тексеру мүмкіндігі қарастырылып жатыр. Бұл ең қолайлы тәсілдердің бірі. Өйткені егов көпшіліктің телефонында бар. Егер әлеуметтік желіге тіркелуді мемлекеттік деректер базасымен байланыстыру мүмкін болса, қосымша жеке мәлімет жинамай-ақ жасты растауға болады. Маманның сөзінше, бірақ мұның нақты қалай іске асатыны әзірге анықталған жоқ. Мұндай талап енгізілсе, ең алдымен 3 мәселені шешуге тура келеді. Олар жасты тексерудің тиімді тәсілін таңдау, қауіпсіздікті күшейте отырып, пайдаланушыға қолайсыздық туғызбау және жүйені егов платформасымен біріктіру. Маманның пайымынша, егер барлық адамнан төлқұжат сұрайтын болса, бұл көпшілікке қолайсыз болады. Ал тексеру тым жеңіл болса, одан нәтиже шықпайды. Бұған қоса еговпен біріктіру кезінде әлеуметтік желіге пайдаланушының тек жасы туралы мәлімет берілуі керек, ал басқа жеке деректері жария болмауы тиіс. Сондай-ақ жүйенің тұрақты жұмысын қамтамасыз етіп, оны DDoS шабуылдардан қорғау қажет. Балалардың әлеуметтік желілерді пайдалануын реттеу тек жас шектеуін енгізумен шешілетін мәселе емес. Ең тиімді нәтиже заңнамалық талаптар, платформалардың жауапкершілігі, ата-ананың бақылауы және балалардың цифрлық сауатын қатар күшейткенде ғана мүмкін.